Сәлем достар, сіздермен бірге бұл Айлина, яғни Коленовтар отбасы. Бүгін біз Копилканы жарамыз. копилканы жаратын боламыз. Копилканы біз 2 ай бұрын Айлинаға сатып берген болатынбыз. Көрсеңіздер, қараңыздар. Қыз жасауындай әдемі копилка. Өзінің қыз жасауға ақша жина деп. Енді біз бүгін копилканы жарып канцтовар алатын боламыз. Ішінен шыққан ақшаға. Айлина, іштен қанша ақша шығады деп ойлайсың? Білмеймін дей ма? Мен көп шығады деп ойламаймын ішінен ше. Өйткені примерно біліп тұрмын ғой қанша салғанымызды. Примерно бір 15 мыңдай ма, или одан төмен шығуы мүмкін. Қанша ақша шықса да Айлинаға мектепке канцтовар аламыз. Потому что қалған сумка, юбкаларын бәрін алып қойдық. Ал, олай болса кеттік, копилканы бірге жарамыз. Достар, қанша ақша шығадын комментарийға жаза кетіңіздер. Ал біз копилканы жарамыз. Копилканы жару үшін біз осындай қайшы пайдаланамыз, иә? Тоқта, жай. Бірінші мына жерден төсеп аламыз. Мына сіздерге қоямыз. Үлкен шашылады ғой. Иә, мына жерде тесігінен жайлап сөйтіп ұрып тесеміз. Болмайды. Камбер білемі. Мен Сәл ауырлау. Мынандай болса да жарып қойдық достар. Қолым. Әжептеуір жарып қойдық. Примерно ішінен тиын да шығады. Ақшалай да шығады. О! Айлина жарды. Қараңыздар достар. Итен атқан ғой мен. Ішінде қырчы осындай. Ал енді достар, копилкадегі ақшаны ішіне саламыз барлығын. Иә, түк. Сосын бірге санайтын боламыз, иә? 20 теңгені салып жүрген ғой. Ішінде бұның ішінде невидимка бәрі бар көч. Төксе бәрі. Не салып жүрген? Мына ішінде жоқ. Ішінде невидимка. Ой, не жоқ мынаның ішінде айналайын ау. Ой, бүгін ода не жоқ? Не ол, тиын ба? Я! Достар, ішінен осынша ғана теңге шықты. Қазір санайтын боламыз. Ал достар, біз копилкадегі ақшаларынан жинадық. Бізден қағаз ақшадан 6,5 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, мына жерде 465 теңге бар. Копилканың ішіне ақшалар жатам деп ше, түрлерше онша емес болып кеткен ба, рөлі болып кетті короче. Вообще 8965 теңге шықты, иә? Айлина, иә? Бұл біздің 2 айдағы жинаған ақшамыз. Енді бұған Кізі көп ақшам жинаймын деген ғой. Енді не ақ жинавадың? Көршіміз мұз сатады, соған күніге мұзға кетеді ақшаның бәрі, иә? Мұз сатады, епейден мұз жасайды, короче, соған кетеді ақшаның бәрі. Епей бір себетті, сосын бар, су қояды, сосын бар, қатыр қояды. Короче, соны сатады, біз соны ақшаны құртып, соны сатып аламыз, короче. Ал бұл жерде 8965 теңге ешқандай канцтоварға жетпейді, бірақ үстінен ақша қосып канцтовар аламыз. Ал достар, келесі видеода біздің Айлинаға дайындық, мектепке дайындық видеосын түсіретін боламыз. Лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Иә, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің еңбегімізді бағалап кетіңіздер. Пока-пока.